Саламатсыздар ма 9 сынып оқушылары? Бүгін біз алгебра пәнінен 1-90-ға арналған ТЖБ тапсырмасының бірінші нұсқасын талдайтын боламыз. Оқушылар, егер қажет болса, жалпы нұсқасы каналымда бар, каналға кіріп қарасаңдар болады. Енді оқушылар, бірінші тапсырмада теңдеулер жүйесін шешіңіз. Оқушылар, теңдеулер жүйесін бірнеше тәсілмен шешуге болады. Мұнда біз қосу тәсілін пайдаланатын боламыз. Әрбір мүшесін мүшелеп қосамыз. 5х квадратқа қосамыз. Х квадратты 6х квадрат болады. Мұндағы y квадрат пен y квадраттың таңбалары әртүрлі болғандықтан оларды нөлге айналып кетеді. Мұнда 6х аламыз. 11-ге 25-ті қосамыз, 36 болады. Теңдіктің сол жағына минус 36 болып ауысады. Енді оқушылар, барлығын 6-ға бөліп қысқартып алсақ болады. Сонда х квадрат қосылған х минус 6 тең 0 болады. Енді оқушылар, осында вет теоремасын пайдаланып шешсек те болады, немесе дискриминантты пайдаланып түбірлерін тапсақ болады. b квадрат минус 4ac деп аламыз. Мұндағы b бізде плюс 1-ге тең, a 1-ге тең, c минус 6-ға тең. 1-ді квадраттаймыз, минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 6. Көбейтеміз, минус 4 пен минус 6 көбейтіліп плюс 24 болады. 1-ді қосамыз, сонда 25 болады. 25 1-ден 0-ден үлкен болғандықтан 2 түбірі болады. x1, x2 деп аламыз. Минус b плюс минус түбірасында d бөлінген 2a деп аламыз. b бізде плюс 1-ге тең, формулада минус 1, минус 1, плюс минус 25-ті қоятын болсақ, түбірасынан 5 болып шығады, 2 көбейтілген 1. 1-ді жазбай қойсақ болады, тең болады. Оқушылар, ең алдымен плюсті қойып есептейтін болсақ, 4 болады, 2-ге бөлетін болсақ, 2 болады. Минусты қойып есептейтін болсақ, минус 1, минус 5, минус 6 болады, 2-ге бөлеміз, минус 3 болады. Сонда оқушылар, бізде x1 тең болады 2-ге, x2 тең болады минус 3-ге. Енді оқушылар, осы мәндерді мұнда апарып қоямыз. X орнына ең алдымен 2-ні қоятын болсақ, 2-нің квадраты плюс y квадрат тең болады 25-ге. Сонда оқушылар, y квадрат тең болады 25 азайтылған 4 тең болады 21-ге. Оқушылар, бізде y квадрат 21-ге тең болатын болса, y-тің өзі плюс минус түбірасында 21-ге тең болады. Енді минус 3-ті апарып қояқ. Минус 3-тің квадраты плюс y квадрат тең болады 25-ге. Y квадрат тең болады 25 азайтылған 9 тең болады 16-ға. Y квадрат 16-ға тең болатын болса, y-тің өзі плюс минус 4-ке тең болады. Яғни плюс 4-тің де минус 4-тің де квадраты 16-ға тең болады. Енді оқушылар, жауабына келетін болсақ, x орнына 2-ні қойған кезде y бізде түбірасты 21-ге тең болды. Және 2-ні қойған кезде минус түбірасты 21-ге тең болды. Енді оқушылар, x орнына минус 3-ті қойған уақытта 4-ке тең болды. Және x-тің орнына минус 3-ті қойған кезде минус 4-ке тең болған. Мінекі оқушылар, осы теңдеулер жүйесінің түбірі болады. Келесі оқушылар, екінші есепті теңдеулер жүйесін құрып шығарыңыз. Оқушылар, тікбұрышты үшбұрыштың ауданы 85 квадрат сантиметрге, ал катеттері ұзындықтарының айырымы 7 сантиметрге тең. Үшбұрыштың гипотенузасын табыңдар. Оқушылар, біздер тікбұрышты үшбұрыш болатын болса, осы тікбұрышты жасап тұрған қабырғаларды біз катеттері деп атаймыз, және оларды А және Б деп белгілеп аламыз. Ал тікбұрышқа қарама-қарсы жатқан қабырғаны. Енді оқушылар, тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін осы катеттерді көбейтеміз және 2-ге бөлеміз. Енді осының мәні бізде 85
сантиметр квадратқа тең екен. Ал оқушылар, осы катеттерінің ұзындықтарының айырымы 7 сантиметрге тең екен. Яғни оны біз А минус Б тең болады 7 деп аламыз. Енді осыдан біз жүйе құрып алайық. А көбейтілген Б бөлінген 2. Мұнда оқушылар сендер X, Y деп алсаңдар да болады. Тең болады 85-ге. А минус Б тең болады 7-ге. Енді оқушылар, А-ны Б арқылы немесе Б-ны А арқылы өрнектеп алсақ болады. А тең 7 қосылған Б деп алсақ болады. Енді оқушылар, 7 қосылған Б-ны мұнда кеп қоямыз. Сонда 7 қосылған Б көбейтеміз Б-ға және бөлеміз 2-ге тең болады 85-ге. Енді оқушылар, 85-ің астына 1 бар деп алып, 2 мен 85-ті көбейтіп алсақ болады. Сонда мұнда жақшаны бірдесін ашып кетсек те болады. 7b қосылған b квадрат. 2 мен 85-ті көбейтеміз. 170 болады. Теңдіктің сол жағына минус 170 болып ауысады. Тең болады 0-ге b квадрат қосылған 7b минус 170 деп реттеп алайық. Енді оқушылар, түбірлерін табатын болсақ, дискриминант арқылы табамыз. b квадрат минус 4ac. Бұның орнына 7-ні қоямыз. 7-ні квадраттаймыз. Минус 4. А-ның орнына 1-ді қоямыз. С-ның орнына минус 170-ті қоямыз. Жетінің квадраты 49. 2 минусымыз плюс болады. 170-ге көбейтеміз 4-ті. 680 болады. Қосамыз 49-ды. 729 болады. Енді B1 мен B2-ні табатын болсақ, минус B формула бойынша плюс минус Т бөлінген 2А. Минус B бізде. Бұның өзі жалпы 7-ге тең. Формулада минус бар, минус 7 болады. Плюс минус 729-ды дискриминанттың орнына қоятын болсақ, ол түбір астынан 27 болып шығады. Бөлеміз 2-ге. Енді оқушылар, есептейтін болсақ, плюсті қоятын болсақ, 20 бөлеміз 2-ге 10 болады. Минусты қоятын болсақ, минус 7, минус 27, минус 34 болады. 2 бөлеміз минус 17 болады. Сонда оқушылар, B1 бізде 10-ға тең болды, ал B2 минус 17-ге тең болды. Енді A1 мен A2-ні табамыз. A1 тең болады 7 қосылған 10 тең болады 17-ге. A2 тең болады 7 қосылған минус 17, бірдесе минус 17 деп жазайық. Тең болады минус 10-ға. Оқушылар, бізде есептің тапсырмасы бойынша 3 бұрыштың гипотенузасын табыңдар дейді. Оқушылар, гипотенузаны табу үшін Пифагор теоремасын қолданамыз. S квадрат тең болады А квадрат қосылған Б квадратқа. Оқушылар, мұндағы квадраттан құтылу үшін S тең А квадрат қосылған Б квадрат түбірасын аламыз. Енді мұнда орнына қоятын болсақ, А-ның орнына мысалға 17-ні қойып, Б-ның орнына 10-ды қоямыз. 17-ні квадраттаймыз, қосамыз, 10-ды квадраттаймыз. 17-ның квадраты 289 болады, 10-ның квадраты 100 болады, қосамыз, сонда 389 болады. Сонда оқушылар, жауабы 389 болады екен. Оқушылар, келесі 3-ші тапсырмада теңсіздіктер жүйесінің шешімдері болатын нүктелер жиынының болу керек. Координаталар жазықтығына кескіндеңдер. Мінекей теңсіздіктер берілген.
координаталар жазықтығына кескіндеу үшін мұндағы берілген теңсіздіктерді функция түріне келтіріп аламыз. Сонан соң барып таблица құру арқылы осы функциялардың графигін сызамыз. Оқушылар, ең алдымен мұнда мәндерін қояйық. X орнына -2, -1, 0, 1, 2 деп қойып аламыз. -2-ні қоятын болсақ, квадраттаймыз 4 болады. Мұндағы 2 мен қысқарады. -2 болады, +2 екеуі 0 болады. 1-ді қоятын болсақ, 1-дің квадраты 1. Мұнда көбейткен кезде -0,5 болады. Қосамыз 2-ні, сонда 1,5 болады. 0-ді қойған кезде 2 болады. 1-ді қойған кезде 1,5, 2-ні қойған кезде 0 болады. Енді оқушылар, мұнда y тең 2 төбірасты x функциясының таблицасын құратын болсақ, 0, төбірасынан шығатын сандарды қоямыз. 2, 4, 9, 16 деп қойып алайық. Енді 0-ді қоятын болсақ 0 болады, 1-ді қоятын болсақ 2 болады, 4-ті қоятын болсақ 2 болып шығады, 2 көбейтеміз 4 болады. 9-ды қоятын болсақ 3 болады, 2 көбейтеміз 6 болады. 16-ны қоятын болсақ 4 болады, 2 көбейтіліп 8 болады. Ал енді оқушылар, осы таблицаны пайдалана отырып графигін салатын боламыз. -2-де 0, -2-де 0, -1-де 1,5, мінекей -1-де 1,5, 0-де 2, 1-де 1,5, 2-де 0. Енді осы нүктелерді қосамыз. Сонда бізде тармағы төмен қараған параболаның графигі шығады. Келесі оқушылар, 0-де 0, 1-де 2, 4-де 4, 9-да 6, мінекей 9-да 6, және 16-да 8. Енді осы нүктелерді қосатын болсақ, y тең 2 төбірасындағы x-тің графигі мінекей осылай болады. Оқушылар, мұнда біз 2-ші, 3-ші, 4-ші ширектегі сан мәндерін шешімге алмаймыз. Мұндағы параболаның ішіндегі немесе сыртындағы нүктені апарып, мұнда әкеліп қойып тексерсек болады. Яғни ең бірінші берілген теңсіздіктер жүйесіне апарып қойсақ болады. Ең бірінші біз мұнда мысалға параболаның ішіндегі бір нүктені алайықшы, мысалға 1-де 1 деп алайық. Соны тексеріп көрейік. Мұнда келіп қоятын болсақ, мысалға y-тің орнына 1-ді қойған кезде және x-тің орнына 1-ді қойған кезде қанша болады есептейміз. +2, 1, енді есептейік. 1-дің квадраты 1 болады. Мінекей мұнда жаңа есептеп қойған елге 1,5 болады екен. Енді мұнда келіп қоятын болсақ, үлкен болу керек. Сонда оқушылар, шын мәнісінде 1-ді қоятын болсақ, 2 көбейтетін болсақ, ол 1-ден үлкен болады. Сонда оқушылар, бізде жауабы мінекей мынау аралықтар болады. Осы аралықты бояп қоямыз. Оқушылар, келесі 4-ші тапсырмада 1-2x-тің 4 дәрежесінің жіктелуінің x куб коэффициентін табыңдар. Яғни оқушылар, Ньютон биномын пайдаланамыз және мұнда біз терудің формуласын қолданамыз. Сонда мінекей 4 дәреже, мұнда 3 дәреже. Минусты қойып аламыз. 1, яғни 1-дің кубы және 2x-тің кубын деп аламыз. 1-ге куб қоймай қойсақ болады, қанша дәрежелесек те 1-дің өзі шығады. Енді теориялық формуласы бойынша 4 факториал, мұнда 3 факториал, 4 азайтылған 3 факториал деп аламыз. Және
2x'ті көптайтын болсақ 8x көп болады. Енді оқушылар мұнда 4 факториалдың ішіндегі 3 факториал қысқаратындай етіп 3 факториалды аламыз. Және 4-тің өзін жазамыз. 3 факториал. 4-тен 3 азайтамыз 1 болады. 1 факториал бізде 1-ге тең. Көбейтеміз. Мұнда оқушылар бізде минус бар. 8x көп тең болады. Мына екеуі қысқарады. 4-ті көбейтеміз 8-ге. 32 болады. Минус 32x көп болады. Бізге оқушылар тапсырма бойынша x көптің коэффициентін табыңдар дейді. Мінекей мұнда минус 32 коэффициенті болады. Жауабы k тең болады минус 32-ге. Енді оқушылар келесі 5-ші тапсырмада 572.019 неше әртүрлі сандар құрастыруға болады, егер цифрларын орнын ауыстырсақ дейді. Оқушылар 5 деген санды мұнда жазайық. 5 деген санды біз бірнеше рет алмастырсақ болады. Яғни мұнда 6 цифр болғандықтан біз оны 6 рет орнын ауыстыра аламыз. Мұнда 7 мен алмастырамыз, 2 мен алмастырамыз, 0 мен, 1 мен, 9 мен алмастырамыз. Яғни бізде мұнда P6 деп аламыз. Яғни алмастыру формуласын қолданамыз. Енді азайтамыз. Мұнда оқушылар өздерің ауыстырып қойып көрсеңдер болады. 5 пен 7-ні, 5 пен 2-ні, 5 пен 0-ді, 5 пен 1-ді, 5 пен 9-ды ауыстырған кезде бізде 5 рет цифрлар бір орында қалады. Яғни мұнда біз P5-ті азайтып тастауымыз керек. Сонда 6 факториал азайтылған 5 факториал болады. Енді 6 факториал деген сөз ол 6-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі 1, 2, 3, көбейтілген 4, көбейтілген 5, көбейтілген 6, азайтамыз 1, көбейтілген 2, көбейту 3, 4 және 5. Енді есептейтін болсақ, мұнда 6, 24, 120, 720 болады. Ал 5 факториал бізде 120-ға тең болады. Сонда азайтқан кезде 600 болады. Сонда оқушылар жауабы, егер цифрларын орнын ауыстыратын болсақ, неше әртүрлі сандар құрастыруға болады екен? 600 әртүрлі сан құрастыруға болады екен. Келесі оқушылар 6-шы тапсырмада, егер бірінші орында 0 цифры тұра алмайтынын білсек, неше 5 таңбалы қайталанатын цифрлары жоқ телефонның нөмірін құрастыруға болады дейді. Оқушылар, мұнда біз алмастыруды пайдаланған болсақ, мұнда біз орналастырудың формуласын пайдаланатын боламыз. Оқушылар, 0-ден бастап 10 цифр бар. Бізде неше 5 таңбалы деп тұр. 5 аламыз, азайтамыз. 0-ді пайдаланбайтын болсақ, 10-нан 0-ді азайтатын болсақ, 9 болады. Яғни 10 цифрдан 0 цифрдан азайтатын болсақ, 9 болады. Мұнда да дәл сондай 5 азайтамыз, 1 цифрді, сонда 4 цифр болады. Енді осыны есептейтін болсақ, 10 факториал, 10 азайтылған 5 факториал, азайтылған 9 факториал бөлімінде 9 азайтылған 4 факториал болады. Енді оқушылар, мұнда 10 факториал бөлімінде 5 факториал, азайтылған 9 факториал бөлімінде 5 факториал. Енді 10-ның ішіндегі 5 факториалда мұндағы 5 факториалдан қысқаратындай етіп 5 факториал деп алайық. Көбейтеміз. 5-тен кейінгі 6, 7, 8, 9 көбейтілген 10 деп жазып аламыз. 5 факториалдың өзі түседі де, мұндағы екеуі қысқарады. Азайтамыз. Мұнда да дәл сондай 5 факториалды жазып алып, 5-тен кейінгі 6, 7, 8, 9 сандарын көбейтіп жазамыз. 5 факториалдың өзін жазамыз, екеуі қысқарады. Сонда оқушылар 6-ны, 7-ні, 8, 9, 10 барлығын көбейтеміз. 30.240 болады.
азайтамыз. Мұнда 10-ға көбейтілмегендіктен 3024 болады. Азайтамыз, сонда 27216 болады. Сонда оқушылар, бізде неше 5 таңбалы қайталанатын цифрлары жоқ телефон нөмірін құрастыруға болады екен. 27216 екен. Оқушылар, келесі 7-ші тапсырмада ротада 16 солдат, 4 офицер және 3 сержант бар. Объекті күзету үшін 6 солдатты бөлу керек, 1 сержантты және 2 офицерді. Нарядты неше тәсілмен таңдауға болады? Оқушылар, мұнда біз комбинаторикадағы теория формуласын қолданатын боламыз. Енді теру 16 солдаттан 6 солдатты бөлу керек. Көбейтеміз. 4 офицерден 2 офицерді бөлу керек және 3 сержанттан 1 сержантты алу керек, бөліп алу керек. Енді оқушылар, осында жазайық. 16 факториал, 6 факториал, 16 азайтылған 6 факториал. Көбейтеміз. 4 факториал. Мұнда біз 2 факториал, 4 азайтылған 2 факториал деп аламыз. Көбейту 3 факториал, 1 факториал және 3 азайтылған 1 факториал. Енді оқушылар, мұнда бірдесіп жаза салайын. 6 факториал, мұндағы 6 мен қысқаратындай етіп, немесе 10 мен қысқаратындай етіп те алсақ болады екен. 10 факториал да болайын. 10 факториал 11, көбейтілген 12, 13, 14, 15, 16. Мұндағы 6 факториал жазып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бәрін көбейтеміз. 16-тан 6-ны азайтамыз. 10 факториал болады да, және мұндағы 10 факториал мен 10 факториал бір-бірімен қысқарады. Енді көбейту, мұнда 4 факториал, мұндағы 2 факториал мен қысқаратындай етіп, 2 факториал деп жазып алайық та, қалғанын 3 көбейтілген 4 деп жазып алайық. 2 факториал, екеуін қысқартып жіберейік бірдестен. Мұнда 2 факториал болады. Көбейтеміз. Мұнда 3-тен 1-ді азайтамыз, 2 болады. 2 факториалды жазып алайық. Қалғаны 3. Мұнда 2 факториал. Екеуі қысқарады. Енді оқушылар, мұнда 2 факториалдың мәні 1 көбейтілген 2 болады. Енді барынша қысқартатын болсақ, қысқармайтында жазып алайық. 11, 13 жазып алайық. Қысқармайтындар. Енді мұнда 12 қысқарады. 3 пен 4-ті 12 мен қысқартайық. 5 пен 5 1 болады. Мұнда 3 болады. Екеуін қысқартамыз. Мұндағы 2, мұндағы мінеге 2, 2-ні көбейтсек 4, мұндағы 4 пен қысқарады. Енді оқушылар, мінеке мұнда 6-ны қысқартсақ болады. 16 мен мұнда бізде 3 болады, мұнда 8 болады. Сонда оқушылар, мұндағы 3 пен мұна 3-ді де қысқартсақ болады. Сонда бізде 11 көбейтілген 13, көбейтілген 14 қалды. Мұнда мінеке көбейту 8 қалды, және мұнда 3 көбейтілген 3, яғни 9 қалды. Сонда оқушылар, 11-ді көбейтеміз 13-ке, көбейтеміз 14-ке, көбейтеміз 8 және 9-ға. Сонда бізде мәні 144.144 шығады екен. Сонда оқушылар, бізде наряд неше тәсілмен таңдауға болады екен? 144.144 тәсілмен таңдауға болады екен. Оқушылар, тәжірибені талдау сабағым осымен аяқталды. Егер түсінбеген сұрақтарым болса, міндетті түрде комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Сау болыңдар.